АКШ президенті Дональд Трамп дүйсенбіде кешке Иранға жойылудың алдындағы соңғы мүмкіндігі қалып тұрғанын ескертті. Соғысушы тараптар арасындағы келіссөздерден әлі де нәтиже шығар емес. Сопақ кабинетте тілшілерге берген сұхбатында АКШ президенті Иран тарапы жоққа шығарып отырған бұл келіссөздерді Тегеранның өзі сұрағанын алға тартты. We have a little problem with Iran because we have many talks and we'll say we have or we don't have, we're straight about it, but they deny. But we are talking right now, we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. АКШ Иранды айналып өту үшін Ормуз бұғазында баламалы теңіз дәлізін ашуды қарастырып жатыр деген хабарламадан кейін Тегеран өз тарапынан доңайбат көрсетті. کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم. در تنگه هرمز کوریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم. مسئله مهمی که الان برای رهبر معظم انقلاب مطرحه اینه که آمریکایی‌ها رفتارشون رو عوض کنن. یعنی چی؟ یعنی ما یه چیز جدیدی رو در رفتار آمریکا ببینیم. Трамп қазіргі келіссөздер екі мәселеге бағытталғанын айтады. Коммерциялық кеме қатынасы үшін негізгі су жолын толық қайта ашу және елді ядролық қарудан арылту. Трамптың айтуынша, бастапқы кезең бұғаз мәселесіне назар аударса, көбірек уақытты талап ететін екінші кезең Ислам Республикасының ядролық әлеуетін шешуге арналады.